Танымал әші ел білмейтінің шындығын айтты. Барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, назарларыңызда сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін видеоролик астына подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Менің шындығым бар. Көп нәрсені жасырып жүрдім. Дариға Бадиқова құпиясын жайып салды. Белгілі актриса Дариға Бадиқова әлеуметтік желілерде жеке өміріне қатысты түрлі әңгімелер менен пікірлерге жауап берді. Өзінің шындығы ашық жазды деп хабарлайды alаш.kz. Өнер иесі көпшілікке арнаған жазбасында кей адамдардың сырт көзге көрінбейтін мінез құлықтары менен ішкі мәдениеті туралы ой қозғады. Еркектің бәрі ер емес. Кей адам киімменен, кей адам үнсіздігіменен шешінеді. Мен үнсіздігіммен, себебі менің үнім шықпағаны әлсіздігім емес, тәрбием еді. Жалғыз әйелдің үнсіздігі айқайдан да қатты естіледі кейде. Бірақ үндемеген сайын біреулер арзан тірлік жасауда. Бір жақты пікірменен шешім шығарғандарға айтарым. Мен сценарий емес тірі адаммын. Киномның алдында, сонша төккен еңбегімнің, адал терімнің алдында өмірімді күлге айналдырмақ болған әрекет тек мені емес, өнердің өзінде қорлау деп білемін. Мен халыққа жеке өмірімді емес, жүрегімді, еңбегімді, өнерімді ұсынып келдім. Әрдайым өнер бөлек, жеке өмір бөлек деген позицияда болдым. Әйтпесе хайп қуам десем тиме жетеді дейді. Үстіме жағылған кірді жуып, жанымда жалғыз арқалап жүрсем де, ешкімнің табалдырығына кіріп тар болған емеспін. Сондықтан мені қара бет қылып, қолда бар шындықтың шетін ғана ұстап, айып таққандарға айтарым біреу. Сәл сабыр, сәл сана, сәл әділет. Асығыс шешім өкініштің киімін ерте кигізеді. Менің де шындығым бар, және де ол шындықта айтылар күнге жетті. Осы күнге дейін көп нәрсені жасырып жүрдім. Мен сөйлесем кімнің кім екенін анализ жасай алар, түйсіктеріңіз болса түсіндіріп алыңыздар. Сәл сабыр деп жазды Дариға Бадиқова. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас сізге ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз.